Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін трейлер жасап көрейік. Трейлер мақсат бір күні осы трейлерді кәдімгі физический өмірде трейлерді жасап Қазақстанды немесе жақын шетелдерді шарлап қыдырғанға не жетсін. Өйткені енді негізі көрген дұрыс. Мұсылмандарда не бар ғой, жер көрген пайдалы дейді. Сондықтан соған арнап трейлер жасай бастайық. Бүгін сол трейлер жасау үшін бірінші жұмыс істеу алаңымызды таңдайық. Трейлердің қанша болсын трейлер? Мысалы, трейлерді 2 адамды қылсақ, немесе 6 адамды қылсақ, 6 адам, иә? Өйткені менде отбасым 6 адам. Так. Ұзындығы, трейлердің ұзындығы 3 метр қылсақ, 3 метр 2 метр ашылса 3 метр қылайықшы. 3 метр 3 метр болды ма? Мынасы 2 метр болсын. Мындай. Так. Қалыңдығын, темірдің қалыңдығын 50 миллиметр десек, 5 сантиметр деген аздау болады. 10 сантиметрлік қылайық. Так, 10 сантиметр. Содан кейін трейлердің дышласын жасайық. Слай дейік. Сосын дышласын екеуін бірдей қылайық. Мынаған бірдей болу керек. Так, қанша градус көрейік? 56 градус дейді. Так, 56 градус. 56 қылмайық, 60 десек. 60 болмайды дейді. Бұны ұзарту керек дейді. Бұл точкада болмай қойсын ол. Екеуін бір-біріне біріктірейік. Так. Бұның да несі? Жүз болу керек. Қалыңдығы, темірінің қалыңдығы 100 болу керек. Бұның да темірінің қалыңдығы 100 қылайық. Так. Мынаған біріктірейік. Мынаған біріктірейік. Мынаған біріктірейік. Так. Артығын кесіп тастайық. Так. Содан кейін мынау дышланың мына жерін бүйтіп шығарып тастайық. Алты жүз алайық та. Мына жерді 100 алайық.
Енді так, мынаған болмайды. Мұнда кесек артық жақты. Кесек. Соғысынан кесек. Оп, дұрыс емес. Артқа. Осылай жасайық. Так, енді мұндай қалдық. Енді дөңгелектер орналастырайық. Шамалы өсірейік. Мынаны өсіргенде так, бұнда 10 сантиметрге өсірейік. Мынандай рамамыз пайда болды. Енді бұған дөңгелек орнатуымыз керек. Дөңгелек. Так, бұның үстіне ортасына жер. Алайық. Ортасына сызық сызайық. Мына жердің ортасы былай болсын. Мынаның ортасына алайық. Былай. Сосын былай. Так, мына жерде так. Так, бұл емес. Bunu удалить етейік. Жоқ, bunu істемейік әлі. Так, мына жерде бүйтіп. Содан кейін мына жерден бастайық, ортасына келтірейік. Бұл дөңгелектің аркалары болсын. Сосын мына жерден аларда енді керегі жоқ, удалить етсек. Енді оны да өсірейік. Қырғыз 100-ге апарайық. Мына жерде өсірейік. 1, 2, 3. 100 қылайық. Так. Дұрыс болмай қалды. Мына жерде енді дұрыс қылу үшін қайтеміз, артқа жылжимыз. Екеуі бірдей болсын. Хорошо, онда былай істейік. Мына жерден алайық та 100 қойық. Бұл қозғалып кетіп тұр. Қалай қыстырушы еді бұны? Бұны фикс.
600 koyayық. 600. Мына жерде 850 емес, бұны 950 қылып жасайық. 950. Сосын бұлай мына жерге қыстырайық бұны. Так, бізде мына жақта рамкамыз, дөңгелек үшін рамкамыз пайда болды, иә? Мына жерге дөңгелек қоямыз. Так. Так, мына дөңгелектерді өшіре қоятын болдық. Так, мына жерге енді дөңгелек ұстайтын ось жасайық. Ортасына. Диаметрін 5 сантиметр емес, 70 сантиметр алайық. Сол бұл жерден бұны өсіріп. Так, бұл жерде through all деген қояйық. Through all емес, up to face қояйық, мына жерге дейін деп. Мына бетке дейін. Үстіп, рамамызды қойдық, осы жерге дөңгелегіміз қойылады. Так, бұл жерге былай дөңгелек қойсақ, дұрыс емес болады. Дұрыс емес болады. Бұл дұрыс емес болады. Мынаны алып тастайық. Так, бұл жерге дөңгелек ұстайтын Так, бұл жерге дөңгелек ұстайтын бір не жасайық. Бір темір қояйық. Мынау. Так, 500 емес, 400, 300. Екі жүз 92. Емес, 100 мынау. Мынаны 290 деймін. 290. Так, мына жерде 290 болды. Бұны өсірейік.
130, 140 bölsek. 140 bölsek. Endi жерге так ортасына не салайық? Мындай тесік салайық. Содан кейін так тесік салдық. Face of extrude 3. Жоқ, бұл жерде face емес, мынайды ғой. Plane мынаның үстіне. Так, 120-ға енді осының үстіне сурет салайық. Plane үстіне жүз 480. Так, содан кейін так, ондай емес. Мына аламыз да қаншаны? 85. Бұны аламыз да 70 қылайық. 70. Мына жерге дейін. Осылай. Кішкене қысқа болып қалды ғой деймін. Тағы да 80 қылайық.
Так, так, мынаны өсірейік. Up to next step. Up to face тик. To face. Бетіне дейін өсірейік. Так, өсірдік. Так, сосын жерге сызық сызайық ортасына да. Содан кейін mirror жасайық. Так. Entities to be used. Так, mirror істемедім, а mirror'ды, значит, басқаша қыламыз. Так, қазір mirror қылайық. Entities to mirror 2. Mirror plane. Mirror plane. Жоқ менде. Mirror plane. Окей. Mirror жасайын. Ана. И олай емес. Оны алып тастайық. Былай істесек ше мынасын. Былай болмайды. Так. Surface қылып қойып. Енді көрейік. Part 2, mirror plane, мынау деп. Аха, болды. Енді осындай біздің
осындай бір нәрсеміз пайда болды. Бұл нәрсемізді кішкене айналдырайық. Былай. Дөңгелектер өйткені жүріп тұру керек. Градусын көбейтейік, радиусын. Елу градус. 50 болсын. Так, мына жерде де радиусын көбейтейік. Асты, үсті. Так. Содан кейін мына жерде кесік жасайық. Бұл тесікті solid remove жасайық. Remove. Ішке қарай алып тастайық кесіп. Так, бұл remove неге істемеді? Дұрыс емес. Remove. Merge with all деу керек. Сонда немесе барлығы тесіп шығады. Осы жерде соответственно не тығамыз? Спица. Содан кейін мына жерде де бір істеу керек. Бір ось болатын. Оны 70 қылайық. Оны remove қылайық. Up to face. Merge with all. Екінші тесік. Окей. Так, енді мынау shell'ды алып тастасақ. Мынаны көрсетпесек. Осындай болады, е? Мына жақта ось тұрады, сосын дөңгелегіміз тұрады. Бұл неміз, теміріміз. Мына жерден тоже бір ось болады. Содан кейін бұл жерге бір не жасау керек, е? Мына жерде бір не болады? Амортизаторымыз тұрады. Мынау соответственно ойнап тұрады. Дөңгелек шоқалақпен жүрген сайын ойнап тұрады. Енді бұны спокойно бүйтіп алып, қазір астынан қарап тұрмыз, е? Негізі мынау on shape'те мынандай нәрсе бар. Любой нәрсені әртүрлі қылып жасау болады. Яғни
feature review. Яғни не дегім келеді? Айтқым келгені, мен жасағандай оның бір ғана несі жоқ, бір ғана шешім емес. Яғни сіз жаңағы менің алдымдағы видеоларды көріп, оның жаңағы негіздерін қарап, өзіңіз әртүрлі приеммен, мысалы мен жаңа миррорды мына жақтан мына жаққа сурет салу кезінде жасай аламын, немесе уже бөлшек ретінде де жасай аламын. Жаңағы несін қайталауын копиясында. Сол сияқты сізді әртүрлі шешімдерге келе аласыз. Бірінші мынаның жартысын салмай, бірінші мынаны саласыз. Содан кейін салғанда да неше түрлі басқа техниканы қолдана аласыз. Сол сияқты әркім әртүрліше жасайды оны. Міне, осылайша біз екінші жаққа тура осындай қылып жасап тастадық. Енді примерно біздің ось дайын. Мына жерге біз шамалы тесік қылсақ, немізді біздің қыстырғышымызды оп-оңай қыстыратын қып болттармен, 50 сантиметр болттармен 2 болтпен қыстыруға болады оны. Remove жасасақ, екеуін through all осындай болттармен қыстыра аламыз. Фаркопты қыстырамыз. Фаркоптың басын. Сол фаркопты машинеге фаркопқа жалғаймыз жаңағы прицепті. Енді бүгінге айтарым осыны істей бастаймыз. Сосын көреміз енді соңына дейін қалай. Негізі менің ойым, мынаның үстіне мысалы, мынаның квадратурасы кішкентай ғой. Бұның квадратурасын үлкейту үшін мынандай бір слайдер жасасам. Мынандай үйдегі шкафтарда, мебельдерде тартпа болады ғой. Тартпаны тартасыз да. Сонда тартпа ашылғанда, тартпаның іші бар, өзі шкафтың асты бар. Сол екеуін қосқанда 2 есе өсіп кетеді, примерно 2 есе несі алаңы. Сол сияқты мынаны да істесем деймін, алаңын үлкейтілсе деймін. Сонда трейлерге көп адам сияды. Көп адам, былайша айтқанда, демала алады. Бүгінге осы. Ұзын болып кетсе, үндемеген, аз сөйлеген, немесе дұрыс емес сөйлегенім болса, кешіріңіздер. Менің басты мақсатым қазақша контентті көбейту. Қазақша контент көбейсе, ойлаймын, балалар, адамдар қазақшаны көбірек қолдана береді. Мысалы, кейбір мен қолданған тілдерді, сөздерді қолданады. Қолданғаннан кейін көбірек естиді, естігеннен кейін ол сөздерді қолдана бастайды. Техникалық сөздерді деймін. Жақсы, сау болыңыздар.